Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Мен Тұран университетінің журналистика және аударма ісі кафедрасының филология ғылымдарының кандидаты доцент Қаршығаева Айнұр Аралбекқызы. Менің Тұран университетіндегі жүргізіп жүрген пәнім кәсіби қазақ тілі. Орыс аудиториясында кәсіби қазақ тілін үйрету қазіргі таңда басты мәселе болып отыр. Кәсіби қазақ тілінің мақсаты қазақ тілін кәсіби деңгейде меңгеру. Кәсіби қазақ тілін еркін, сауатты, сапалы оқу, іс-қағаздарды жаза білуге дағдыландыру. Сонымен қатар сан алуан мемлекеттік қоғамдық ортада еркін сөйлей білуге үйрету. Осы орайда өзімнің 40-тан астам ғылыми басылымдарым және 4 оқу құралым жарық көрді. Сіздерді библиотек жобасы аясында 3 оқу құралымен таныстырғым келіп отыр. Бұл оқу құралы кәсіби қазақ тілі жоғарғы оқу орындарының есеп және аудит, маркетинг, кәсіби қазақ тілі, экономика мамандығы студенттеріне кәсіби деңгейде білім беруге арналған. Сабақ беру оқытушының ізденісінің нәтижесі. Сондықтан да шығар, сабақ қандай болу керек, оның қандай жақтары жеткіліксіз, қай саласына көп мән бөлу керек, күнделікті сабақтың сәтті өтуін қалай қамтамасыз етуге болады деген сан алуан сұрақтардың жауабын осы оқу құралдарынан таба аласыздар. Оқулықта мәтіндер мамандыққа арнайы дайындалған жоспар бойынша және грамматикалық тақырыптарды жаттығулар арқылы меңгертуге бағытталған. Оқу құралының мазмұны мен жаттығулар жүйесі, тапсырмалары бәрі де студентті сөйлетуге арналып отыр. Студенттің грамматикалық білімін тереңдету, сөздік қорын байыту мақсатында қазақ тілін еркін сөйлеуге, сауатты жазуға, дағдыландыруға бағытталып отыр. Оқу құралының соңында қосымша сөздік минимум, глоссарий және тақырыпқа қатысты тест сұрақтары мен тапсырмалар берілген. Жалпы студент өз мамандығына байланысты мәтінді қызыға оқуы керек. Ал мәтін тілдің оқытудағы негізгі құралы. Оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу арқылы жүзеге асады. Мәтіндер арқылы студентке келешек мамандығы бойынша өте қажетті пайдалы мағлұматтар беріледі. Ол студент білімін, танымын толықтырады. Ал біз мәтінмен жұмысты 2 түрлі мақсатта жүргізуді көздейміз. Біріншісі студенттік сөздік қорын байыту болса, екіншісі қазақша сөйлеуге үйрету, қазақша дағдысын қалыптастыру. Ал осылардың барлығы өздеріңіздің алдарыңызда тұрған есеп және аудит, маркетинг, кәсіби қазақ тілі оқу құралдарында барлығы қарастырылған. Біздің мақсатымыз сауатты, мемлекеттік тілді жетік білетін студенттерді тәрбиелеу. Олай болса, осы оқу құралдарымен танысу үшін Тұран университетінің кітапханасына келіңіздер. Оқу құралдары қағаз және электронды түрде оқырмандарға ұсынылады.